Сәлеметсіңдер ме, балалар? Балалар, бүгінгі сабақтың тақырыбы көбейту және бөлу тәсілдері деп аталады. Бүгінгі сабақта сен ауызша көбейту және бөлу тәсілдерін орындайтын боласың. Бірінші мысалға назар аударайық. Есептеп, жауабын Гүлзардан тап. 300 бен 10-ның бөлінісінің мәні 30-ға тең. 30-ды Гүлзардан тауып көрейік. 50 мен 2-ның көбейтіндісінің мәні 100-ге тең. 100-ді Гүлзардан тауып көрейік. Осындай реттілікпен А, Ә, Б, В нұсқасындағы өрнектердің мәнін Гүлзардан табамыз. Төртінші есептің А нұсқасына назар аударайық. Периметрі 36 метрге тең шаршы пішінді көгалдың ауданын тап. Шаршы пішінді көгалдың ауданын табу үшін бір қабырғасының ұзындығын табу керек. Осы шашының периметрі белгілі 36 метрге тең. Бір қабырғасының ұзындығын тауып көрейік. Ол үшін 36 метрді 4-ке бөлеміз. Сонда бір қабырғасының ұзындығы шығады. 36 мен 4-дің бөлінісі 9-ға тең. Шашының бір қабырғасының ұзындығы 9-ға тең екен. Енді шашының ауданын табамыз. Ауданды табу үшін ені мен ұзындығын көбейтеміз. Шашының пішінді көгалдың ауданы 81 квадрат метр. Төртінші есептің Ә нұсқасына назар аударайық. Тіктөртбұрыш пішінді көгалдың ауданы белгілі 1000 квадрат метрге тең. Бір қабырғасының ұзындығы белгілі 50 метрге тең. Осы көгалдың периметрін табу керек. Алдымен тіктөртбұрыш пішінді көгалдың енін табамыз. Ол үшін ауданын 1000 квадрат метрді ұзындығына, яғни 50 метрге бөлеміз. Енді осы көгалдың периметрін табамыз. Тіктөртбұрыштың периметрін табу үшін тіктөртбұрыштың ұзындығына енін қосып, шыққан санды 2-ге көбейтеміз. Тіктөртбұрышты пішінді көгалдың периметрі 140 метрге тең екен. Алтыншы есептің А нұсқасына назар аударайық. Қызанақ егілген тіктөртбұрыш пішінді жүйектің ені 2 метр. Жаз соңында әр метр квадраттан 6 килограммнан қызанақ, ал бүкіл жүйектен 48 килограмм қызанақ жиналды. Жүйектің ұзындығы қанша? Қызанақ егілген тіктөртбұрыш пішінді жүйектің ені белгілі 2 метрге тең. Жаз соңында әр метр квадраттан жиналған қызанақ белгілі, яғни 1 квадрат метрден 6 килограмм қызанақ жиналды. Бүкіл жүйектен жиналған қызанақ белгілі 48 килограммға тең. Жүйектің ұзындығын табуымыз керек екен. 1 квадрат метрден 6 килограмм қызанақ жиналғаны белгілі болса, бүкіл жүйектен жиналған 48 килограмм қызанақ қанша квадрат метр жерді алатынын табамыз. Ол үшін бүкіл жүйектен жиналған 48 килограмм қызанақты 1 квадрат метрден жиналған 6 килограмм қызанаққа бөлеміз. Сонда бүкіл жүйектен жиналған 48 килограмм қызанақ 8 квадрат метр жерді алып жатыр екен. Бізге қызанақ егілген тіктөртбұрыш пішінді жүйектің ауданы белгілі болды. Ауданы
8 квадрат метрге және ені 2 метрге тең тіктөртбұрыш пішінді жүйектің ұзындығын табу үшін тіктөртбұрыш пішінді жүйектің ауданы 8 квадрат метрді ені 2 метрге бөлеміз. Сонда жауабы тіктөртбұрыш пішінді жүйектің ұзындығы 4 метрге тең екен. Балалар, 6-шы есептің ә нұсқасына назар аударайық. Әкесі ұлына 500 теңге берді. Ұлы 100 теңгеден 2 қапшық сүт сатып алды. Егер бір балмұздақ 50 теңге тұратын болса, қалған ақшаға қанша балмұздақ сатып алуға болады? Бұл есепті шығару үшін әкесінің ұлына берген барлық ақшасы белгілі, ол 500 теңге. Ұлы 100 теңгеден 2 қапшық сүт сатып алғаны белгілі. Бір балмұздақтың бағасы белгілі, 50 теңге тұрады. Қалған ақшаға қанша балмұздақ сатып алуға болатынын табу керек. Әрқайсысы 100 теңгеден 2 қапшық сүт 200 теңге болады. Оны есептеу үшін бір қапшық сүттің бағасына санына көбейтеміз. Әкесінің берген 500 теңгесінен сүтке жұмсалған 200 теңгені азайтамыз. Бір балмұздақ 50 теңге тұрады. 300 теңгеге қанша балмұздақ сатып алуға болатынын табу үшін қалған ақша 300 теңгені бір балмұздақтың бағасы 50 теңгеге бөлеміз. Жауабы қалған ақшаға әрқайсысы 50 теңгеден 6 балмұздақ сатып алуға болады екен. Балалар, осымен біздің сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.